Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай керемет дәмді, жасалу жолы оп-оңай, көп уақыт алмайтын. Білесіздер, менің каналымда тек жылдам жасалатын тағамдардың, тәттілердің рецепттері бар. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Біз бүгін осындай оп-оңай 5 минуттық торт дайындаймыз. Өте дәмді. Бұл тортты дайындау үшін бізге 3 қана ингредиент керек. Осындай балық печенье, қаймақ және вареная сгущенка. Ең алдымен ыдысқа қаймақты салып, үстіне сгущенканы саламыз және жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Қанша грамм, қанша өлшемде қажет екенін. Міне бізде осындай әдемі түсті крем шықты. Енді осы печеньенің барлығын кремге жақсылап, барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің тортымыз дайын десе де болады. Міне осылай барлығын араластырып болғаннан соң, ыдысқа осындай форма қойып саламыз. Формаға барлығын салып, бетін тегістейміз. Бетін тегістеп алып, холодильникке мен 1 түнге қойдым. Егер асығыс тезірек жегілеріңіз келіп жатса, 2 сағатқа қойып алсаңыздар да болады. 1 түнге қойған себебім өте жұмсақ болады. Ауызға салсаңыздар еріп тұрады. Және бетіне қалған кремді осылай жақтым. Және әдемілік үшін кәдімгі Қазақстан шоколадын осылай теркадан өткізіп бетіне сеуіп шықтым. Осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде кішкентай қыздардың да қолынан келеді. Тез арада торт жегілеріңіз келсе, оп-оңай, жылдам жасалатын және өте дәмді болып шығатын торт. Описание бөлімінде осындай өте дәмді, оңай жасалатын рецепттер түрі көп. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Барлығын осылай сеуіп болғаннан соң кесіп жей берсеңіздер болады. Міне жұп-жұмсақ кескен кезде де оңай кесіледі. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да әдемі, дәмді, оңай жасалатын рецепттер салатын боламын. Барлық жеріне крем сіңіп, міне ішінде көрсетіп жатырмын сіздерге. Жеп те көрсетіп жатырмын. Керемет дәмді болады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.